Орыс армиясы Украинаға қайта шабуыл жасауға дайындалып жатыр деп мәлімдеді НАТО бас хатшысы. Ендеше каналға жазылып, лайк басып қойсаңыз, біз бастаймыз. Ресей әскері артқа шегінген жоқ, қайта топтасуға тырысып жатыр деп мәлімдеді НАТО басшысы. Оның сөзіне неміс баспасөз беттері үзінді кетірді. НАТОның барлау деректеріне сүйенген Люксембург, Ресей әскері Украинадан шығып жатқан жоқ, орындарын ауыстырып жатыр деп мәлімдеді. Мәскеу оларды қайта топтастырып, Донбастағы шабуылға дейін қару-жарақтарымен қамтамасыз етіп нығайтпақ. Сейсенбі күні Ресей Киев маңы мен Украинадағы оңтүстігіндегі Чернигивтағы әскери қимылын бәсеңдеткенін мәлімдеген. Украина қорғаныс министрлігі бейсенбі күнгі мәлімдемесінде қазір Ресей күштері Донецк пен Луганск облысында толық бақылау орнатуға күш салып жатыр деп мәлімдеді. Ақпарат көздеріне сенсек, бейсенбі күні Италия премьер-министрі Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлескен. Ресей басшысы соғысты тоқтататын уақыт келген жоқ деп айтқан. Әлем және Қазақстан жаңалықтарын бірінші болып тыңдағыңыз келсе, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыз.